Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қиярларды қысқа сақтау рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қиярларымызды жақсылап жуып, тазалап, суық суда 5 сағаттан 8 сағатқа дейін қалдыратын боламыз. Енді қиярға қосатын заттардың барлығын дайындап қойдым. Банкамызды ыстық судың буында булап алатын боламыз. Қиярларымызды банкамызға жақсылап салып шығатын боламыз. Сондай-ақ мен зонтик укропты салып жатырмын және әр банкаға 5-6 дана сарымсақтан, қара бұрыштан қосып жатырмын. Енді сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды қиярымыз малынып тұратындай етіп 2 банкаға толықтай құйып аламыз. Содан кейін 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Осы процесті 2 рет қайталайтын боламыз, яғни 2 рет ыстық су құйып банкамызға 2 рет төгіп тастайтын боламыз. Тек 3-ші ретінде ғана дәмдеуіштерімізді қосып, аузын жапқышпен жабатын боламыз. Мына видеода мен 2-ші рет банканың суын төгіп жатырмын. Ендігі кезекте қантымызды, тұзымызды, сірке суымызды мөлшерімен қосып жатырмыз. Және сенімді болу үшін мен 1 таблеткадан аспирин қосып шықтым. Бұл аспиринді қосу-қоспау өз қалауыңыз бойынша. Егер де өзіңіздің бақшаңыздың қиярлары болса, қоспай қоюыңызға да болады. Енді осылай 1-2 рет әрбері аунатып, қанты мен тұзын жақсылап ертіп алатын боламыз. Осы қиярларымызды 24 сағат бойы жылы жерде, яғни одеялмен орап, төңкеріп сақтаймыз. Міне осылай мен қиярларымды қысқа сақтауға дайындап қойдым. Комментарий бөлімінде сіз де өз әдісіңізбен бөлісе кетуіңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.